Ассаламу алейкум, құрметті біздің сүйікті көрермендер. Эфирде әдемі әңгіме. Әдеттегідей мен сіздермен Меруерт Нұрқасым қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Көре алмаушылықтың зияны, іштарлық, ғайбат секілді әйелдерге таныс әрекеттер деп ойлаймын. Осы бір қасиеттер көбіне біз сыналып жатамыз. Осы бір жаман әдеттерден қалай құтылсақ болады деген тақырыпта өзім подкаст жасауды ниеттеніп жүрген едім. Осы тақырып аясында әңгіме қозғайтын, бізге өнегелі әңгімесін ұсынатын біздің сүйікті ұстазымыз Назерке ұстаз келіп отыр. Қош келдіңіз, ұстаз. Және кәсіпкер Гаухар ханым келіп отыр. Қош келдіңіз деп айтамын, Гаухар ханым. Және алдағы 1 сағат бойы құрметті қыз келіншектер осы біздің бойымыздағы жаман ойлаудан бастап негатив деп жатамыз ғой, негатив ойламаңыз, негативтен арылыңыз деп психологтар айтып жатады. Ол бізде осы жаман ойлау, жаман ойламаңдар, күмәнді ойламаңдар, күмәнді ойлардың кейбірі күнә деп жатады, иә ғалымдар. Осы тұрғыда әңгіме қозғайтын боламыз. Ұстаз, бірақ алғашқы әңгімемді нақты қысқа сұрақтармен бастағым келіп отыр. Ең жиі жасайтын дұғаларыңыз деп бірінші сұрақты осыдан бастағым келіп. Өтерсін әмір айтады ғой, адам түбінде өзін ойлайды дейді ғой, өзімді дұғам қабыл болсын деп, қажет намазын оқып, я Раббым, сол қажет намазымды қабыл етші дегіздіріп, қажет намазым ішіндегі секретімді айтпай ақ қояйын енді. Әрине. Сол қажет намазым қабыл етші деп намаз оқып, қажеттілігімді Алладан сұрап жүрмін, күнделікті үзбей. Көрермендер де дұға тілеп қойсын, енді қажет намаз қабыл болсын. Қабыл болсын, ұстаз. Не қажеттілігіңіз бар, Аллах тағала сізді жеңіл түрде ойламаған жерден сол қажеттіліктеріңіз бәрін өтеп қылсын. Айтқаныңыз келсін. Гаухар ханым. Мен де дұға тілеп жүрмін, тоже тахаджуд намаз дейді ғой, ең жақсы намаздың бірі ғой. Кез келген адам тұра алмайды дейтін, ол мәсбә, ол соны сұрайын деген. Тахаджуд намазында мен сұраған дұға тілектердің барлығын енді Аллах тағала альхамдулилля барлығын беріп, машалла, каждый раз қабылдап не істеп жүр, беріп, бәріне сұрағаным всегда алдымнан келеді. Не мотивация болады, Гаухар ханым? Мысалы, көп адам тұра алмайды ғой, бүгін тұрайыншы деп ойлайды, мысалы, осы тахаджудты бәрі айтады, мен де бір тұрайыншы деп. Жан қысылу керек пе әбден, немесе бұл тақуалықтың деңгейі соншалықты жоғары болу керек пе, бұл нәрсенің қадір қасиетін білу үшін? Ұстаз, екеуіңізге де сондай бір сұрақ. Бірінші ниет деп ойлаймын. Жатар кезде Алладан сұрап жатамын, сол тахаджуд намазына будильниксіз даже тұрайыншы деп сұраймын. Мысалы, без будильника даже 1 сағат бұрын өзі сөйтіп тұрғызады, мен Аллахтың қалауы, қуанып сөйтем. Жүректегі бірінші иман деп ойлаймын, екінші ниет, ниет қой, сол Аллах тағала ниетімізді қабыл етсін, барлығымызды тахаджуд намазын нәсіп етсін. Амин. Соның бір несін сезінуді, ләззатын. Сонда ғұламалардың бір сөзі бар ғой, тоқ адамға дұға не керек дейді, ол тоқ қой дейді. Адам қашан ашыққанда, қашан проблемаға ұрынғанда, ол қай намазда болса тұрып кетеді, соның үшін тахаджудқа да тұрып кетеді ғой. Сондықтан Алла берген берекетін алмасын, және де оған ұрынбай тұрып, рас өзімізге бір күнде тұрмаса тахаджуд намаз Хазірет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға парыз ретінде болған. Бізге енді қай кезде тұра аласың, өзіңді жетелеп қай кезде тұра аласың, сол кезде тұрып оқысаң енді өте керемет. Тахаджуд намазда кім тұрса жүзі нұрланып көрініп тұрады. Мына адам тахаджудқа тұрған екен ғой деп ойлап қоясың да. Сондықтан өзінің нығметін, сондай дұғалардың қабыл болатындығын түсінген кезде тахаджуд намазына сіз айтқандай жол ашылады. Осы тұста адамдар бар ғой, мен дұға тілеймін. Мысалы, маған өткен жыл ер адам жазыпты. Ұстаз, мен дұға тілеймін. Және де Нұр Мүбарактың құрылысына садақа берем. Дұға тілеймін де барлығын істеймін, бірақ менің дұғам қабыл емес деп. Осы тұста 3 форматты дұға бар. Біреу осы өмірде қабыл, көзіңізге Аллах тағала көрсетіп береді. Екіншісі, келе жатқан бір бәле жаламен Аллах тағала сол дұғаңыз арқылы сізді сақтап тұрады. Прямо арпалысып тұрады ғой сіздің дұғаңыз сол бәле жаланың келмеуімен. Және де үшіншісі, ол Алланың қалауымен, хайырымен сізге қабыл болмаған деген нәрсеңіз ақиреттің қоржынында сақталып тұрады. Аллах тағаланың алдына барғанда, Алла тағала игілікті істеріңізді алдыға шығарған кезде, мен мынандай істемеген едім дегенде, сен дұға тілеп едің, сол дұғаңның қарымтасы міне осында деп шығарғанда, адам айтады екен, шіркін-ай, сол дұғамның барлығы осы ақиретке қала бергенде ғой деп. Сондықтан тахаджудқа тұрғанмен болған жоқ менде ештеңке, анаға садақа бергенмен деп қолды бір сілтейтін нәрсе емес дұға. Себебі Аллах тағала айтады, кім-де-кім 2 қолын жайып дұға қылса, бос қайтаруға ұялам дейді. Енді біздің де алдымызда біреу қолын жайып садақа сұрап тұрса, пенде біз ұялып кетіп, тиын салғымыз кетеді ғой. Енді Раббана Карим, Аллах тағала өз құзырында біздің
сүйіп жаратқан Алла тағала, адамзаттың бәрін сүйіп жаратқан Алла тағала сіздің қолыңыз жайылғанда бос қайтармайды. Просто соған жаңа мына кісі айтқанда иман, ихсан дейді ғой, сену да. Сену. Ол қабыл болды, сену. Және де дұғада шаршамау. Я Раббым, қажет намазымды қабыл етші, қажет намазымды қабыл етші, қажет намазымды қабыл етші деген секілді дұғада жалықпай сұрауда, жалықпай. Мұса пайғамбарымыздың өмірінде бір жағдай бар ғой, кетіп бара жатады. Жолда бір әйел отырады, айтады: Мұса, сен пайғамбарсың ғой, Алламен тілдеседі екенсің ғой, маған перзент сұрашы дейді. Пайғамбар алейхиссалам Мұса сұраған кезде хабар келеді, ол әйел бедеу еді деп тағдырында. Тағы бір уақыт өтіп бара жатты, сол жолда сол әйел баламен отыр. Қалайша деп ойлайды. Сол кезде айтады, ол үздіксіз дұға дейді, сұрады дейді, үздіксіз дұға тіледі дейді. Алла тағала кең ғой, кең. Алла тағала кең, ләтиф, жұмсақ, әл-хаким, дана Аллах тағала. Әл-уәрис дейміз, әл-уәрис деп өте бір мирасқор Аллах тағала. Бәрі мирасқор. Осы әйелдерге тән енді барлығымызда бар ғой, бұл бір жаңағы күнәңді бір жариялап, Алла жасырып қойған күнәңді бір өзгелерге жариялау деп, бұны олай қабылдамаса екен деп, бұл қазіргі айтылайын деп тұрған ниет, бұл керісінше сол бір жаман қасиеттерден қалай арылсақ болады деген мақсатта сондай ниетте қозғалып отыр. Көреалмаушылық, көреалмаушылық адамның бойында әрбір адамда бар ғой, қызғаныш, көреалмаушылық. Осындай сәттер бір көреалмаушылық, қызғаныш, іштарлық билеп кеткен кезде өздеріңізді қалай тиясыздар және қалай күресесіздер бұл қасиетпен? Мүлдем менде көреалмаушылық жоқ екен деп айту менің ойымша бір өтірік болып кететін сияқты. Пенде болғасын, сәл-пәл бір быз-быз еткен бір сәттер болады, бір қатты кетіп, бір соңына түсіп кетпесең де, өзің сезіп қаласың. Тіпті кейде ол сезсең нығмет, Аллах тағала сездіріп қойса, мен жаңа көреалмаушылық жасап қойдым, ұятай деп тәубе етіп, сезбей автомат түрде сезбеген күйде өзіңді көтермелептіп көрсету үшін өзгелерді төмен түсіріп қойып, әңгімені жіберіп отырып, бірақ оны өзің кейін қайттан тыңдасаң ол әңгімені. Біз енді түгеншелер бар, мысалы, сөйтіп жүргендер. Енді біз оның жанында ондай емес, біз Құдай сақтасын мұсылман болғасын, біз енді ондайды бүйтеміз деп қойып, тыңдап отырсаң, бір уағыз естіп отырған сияқтысың. Шын мәніне келгенде өзіңнің қалай өзгені көтеру үшін, жаңағы Құранда айтады, олар өздерін көтерді, олар өздерін үлкейтті дейді. Бұл бір тәкаппарлық жатыр, өзіңді үлкейту, анадан қарағанда өзіңді жаңағындай жақсырақ сезіну, көрсету. Осы бір мәселелерге көбірек тоқталғым келіп тұр ұстаз. Өйткені бұл әйелдер арасында, әсіресе мына әлеуметтік желі бар, өте көп белең алуда. Бұны айтпасақ болмайды. Бисмилля, альхамдулилля, барлық мақтау әлемдердің Раббы Аллаға тән. Алла тағала бізді сондай сезімдермен жаратқан, және сол сезімдерді жеңу арқылы Алланың алдында біз құрметті, Алланың алдында пайдалы, Алланың, енді біз бәріміз құралымыз ғой, Алла бізді қолданады. Мысалы, сіз журналист қылып қолданып отыр, бізді ұстаз қылып, мына кісіні кәсіпкер қылып, сол нәрсені дұрыс атқарып берумен Алланың алдында дәрежеліміз ғой. Осы тұста көреалмаушылық әбіл қабылдан басталады ғой. Адам атаның екі баласы бір-бірін көре алмастықтан істеген істері бізге ғибрат. Және де көреалмаушылық, дұрыс айтасыз, менде ондай жоқ деген адамға біз сенбейміз, өйткені ол оянып тұрады. Бірақ соны бағыттай алу. Біреудің әдемі бір, қалай дейміз, көркем бір, керемет бір үйін көрдің ба, көреалмаушылық оянып кетті ме, жаңа сіз айтқандай тәуба етіп, сол жерде момент, я Раббым, кешір мені, маған осындай нәрсе маған да нәсіп етші деген секілді. Ол бір жай адамның форматы ғой, жай адамның форматы ретінде кәдімгі тәрбиелеп отыру өзіңді. Ал егер де оған бой беріп, тізгінделіп тұрған қызғаныш деген айғыр аттай болып тұр ғой, жіберіп кетсеңіз, ол деген көреалмаушылық адамды бір-бірін өлтіруге дейін апарады. Абыл мен Қабылдың әңгімесі ғой. Сондықтан әр адамның нәпсісі бар, ол бір айғыр сияқты ғой. Сен бір керемет тұлпардың үстінде отырғандайсың да, оны қалай тізгіндей аласың, онымен қалай бұрыла аласың, оны қалай басқара аласың, енді ол өзіңе байланысты. Өзіне байланысты адамның. Көреалмаушылық сезімдер, енді мен өз басымда Құдайға шүкір деп айтам, ондай бір керемет көреалмаушылық сезім оянатындай маған Алла тағдыр бермепті. Альхамдулилля. Өйткені қай адам өзінің шығармашылық қабілетін дамыта алады, ол адамда көреалмаушылық болмайды. Өзін дамытып, өзін таныған адам, ол көреалмаушылық сезімі болмайды.
Бізде сол үшін айтамыз ғой әйелдерге, шығармашылық қабілетіңізді дамытыңыз. Мүмкін сіз керемет бір аспазшы шығарсыз, атыңыз әлемге әйгілі болатын. Керемет бір тәрбиеші шығарсыз, керемет тағы да бір құнды бір дизайнер шығарсыз. Шығармашылық қабілетіңізді дамытыңыз, өзіңізбен жұмыс істеңіз деп айтатынымыз, адам өзімен жұмыс істеп, өзінің қабілетін артқан кезде қызғанбайды ол. Өйткені ол оны көрді ғой, оңай емес екен. Анандай дизайнер болып керемет шыға салу, оның жолы бар екен. Ой, оңай емес, оңай. Ол сендер жай ғана көріп отырсыңдар, оны кәдімгі көрінесің. Оның артында бірталай еңбек жатыр деп, сен ол жолды басып көргеннен кейін қызғаныш деген сезім, көре алмаушылық деген сезім басылып қалады. Көп әйелдердің бойындағы осындай көре алмаушылық нәрсені байқағандықтан осымен қалай жұмыс істесе болады, бір көмек, бір құрал, бір нәрсе беруім керекпін деген бір осындай ішімде сондай бір ой пайда болды. Яғни менде де болады, енді мен өнер саласын бітіргеннен кейін өзіммен бірге оқыған группаластар бәрі әнші, звезда, клип түсіріп, бәрі атақты болып отқан кезде мен орамал таңдадым да бұл жолдан тоқтап қойдым. Не түскен кином жоқ, не түскен клипім жоқ, әнім жоқ, дымым жоқ, отырмын деген сияқты. Подкаст жүргізуге тоқтадым мен орамалмен деген сияқты. Бірақ осы тұста адам жаңағы өзімен өзі диалог құрады ғой ұстаз. Хорошо, жарайды. Негізгі сұралатын нәрсе не Алланың алдында? Мына 4 нәрсеге Алла әйел жауап беретін болса, жәннаттың қалаған есігінен кірсін деп тұр. Ол не нәрсе? 4 нәрсе. Фигурный катанияға барып, аяғыңды бүйтіп ұстап тұрып билеуді сұрай ма бірінші? Немесе алтын медаль алып, Қазақстан туын көтердің ба, көтермедің ба, штанга көтеріп, әйелдік болмысыңды сарп етіп, жаңағы көтерсең кіші дәретін кетіп қалатындай деңгейде ауыр атлетикамен айналысып, бірақ мен Қазақстан туын көтердім деп, сол үшін сен жәннатқа кіріп кетесің ба? Жоқ, ештеңемен айналыспай-ақ бала шағаңды күшті тәрбиелеп, күйеуіңнің разылығын алып, 5 уақыт намазыңды оқып, оразаңды ұстап, арыңды сақтап, әуретіңді жауып, оңай нәрселерді беріп қойдың Алла тағала. Или клип түсіріп звезда болумен күнде гаккуда клиптің айналып жатқаннан ұтасың ба? Жоқ, мынадан ұтасың ба? Адам өзі саралау керек та. Содан кейін мен ойланып, бірақ бәрібір соның бәрін іштей миым бәрін біліп тұрса да, ұстаз, бәрібір де көре алмаушылық, қызғаныш, мен неге осыны орында емеспін, мен неге бүйтпей жатырмын, мен неге әлі отырмын деген нәрсе, мысалы кәсіпкерлердің арасында да, болуы мүмкін ондай нәрсе. Неге мынаның несі TikTokта продажасы атып жатыр, менікі не әлі тұр деген сияқты. Негізі мен осы сияқты мен де қолымнан мұны жасау келеді ғой деген сияқты. Бірақ осы тұста адамдар жаңағы бұл білім алдым да, қалай күресем деген кезде осылай айтып жатыр да, кімді таңертең тұра сап телефон ақтарып сізді бір осыларда бәрі бақытты деп, мынау да күйеуі күшті гүл бере береді, мынаңды бизнесте жол болып жатыр, мынау да карьерасында мықты десеңіз, бірден ол парақшадан отписаться етіңіз дейді да. Егер сіздің тақуалығыңыз, иманыңыз жаңағындай көтерілмей жатса дейді, сіз просто ол нәрсені көрмей жауып таста. Керемет екен. Әлі дайын емессің, значит сен онымен бірге қуанамай тұрсың. Өзіңді жеп тастап, бір минусқа кіріп жатсың, өзіңнің істеп жатқан тамағыңды бала шағаңа қарап отырған құнсыздандырып. Плюс еще анаған тілің тиіп келіп жатыр, еще күнә жазылып жатыр да саған. Аллаға қарсы күпірлік кетіп жатыр. Осындай бір лайфхактар тағы да ұсынсаңыздар деген ғой. Бұл менің ғана ішім білетін кішкентай нәрсем. Бұдан бөлек мүмкін бір андай хадистер бар ма, діни тұрғыда не айтар едіңіз? Енді дәл қазір мына парақшада хадис тұр екен, сіздің тақырыбыңызға арналған, имам Муслим айтқан екен де, жаным қолымда болған Алламен ант етем дейді, Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сендер иман келтірмейінше жәннатқа кіре алмайсыңдар, ал бір-біріңді жақсы көрмейінше иман келтірген болып саналмайсыңдар. Сендерге бір-біріңді жақсы көруге ықпал етер бір істі хабар айтайын ба дейді. Ол не дегенде, араларыңда сәлемді жайыңдар, жымиып, шынайы жақсы көріп, сәлемдесіңдер, құшақтасып дейді. Көре алмаушылықты басатын сәлем екен. Жымиып, құшақтап, мұсылманның әдебі қандай, мәдениеті қандай күшті. Біз мысалы танымасақ та бір-бірімізді құшақтап, сүйіп, сол нәрсе көре алмаушылық деген нәрсені алып тастайды екен. Орнына махаббат салып қояды екен. Және де біз мысалы біреумен амандассақ, ассалаумағалейкум десек, бізге жауап қайтармайды ғой. Ол уәжіп нәрсені орындамай кеткен екен да. Оның Құранда тағы аят бар, сендерге сәлем бергендерге одан да көркем сәлем беріңдер деп бұйырып тұр Аллах тағала. Көрдіңіз, осының бәрі көре алмаушылықтың проблемасын сәлем беруден бастайды екен адамдар. Егер берген кезде ұстаз айтып сұрайтшы сізден. Баракат дейді ғой, дұға ретінде ғой. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп. Қараңыз, осы нәрсе лайфхак, инсайт деген нәрселердің алды болсын. Егер біреуді көре алмай қызғанып жүрсеңіз, жүгіріп барып құшақтасып, амандасып, бірінші болып
бірінші қашан мен абысындардың амандасама арасында менің болады. көзіміз түйісіп қала ма, мені Аха. көріп тұр ма, көрмей өтірік көрмегенсіп тұр ма деп Абысының арасында болуы зерттегенше. мүмкін. Көп қой әйелдер Абысының арасында. әйелдің арасында тіпті жаңа ғұламалардың бір бағана ошақ келе жатып оқып едім. Бір әйелдің көйлегі әдемі болып кетсе, көре алмаушылық оянып кетеді дейді. Иә, ол рас қой. Осы тұста осы бір реттей алмай жүрсеңіз, дәл сол адамның қасына жүгіріп барып құшақтап, амандасып, қыссаңыз, сіздің бойыңыздағы, оның бойында жоқ шығар, сіздің бойыңыздағы жаңа негативный көре алмаушылық, сізді құрт құсап жеп тұрған құртыңыз, құрт тұр да, өлді да, қысылып ана махаббатпен түсіп қалды. Болды. Амандасуған екен. Хазірет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жолының барлығы бізге ғибрат қой. Ол кісі қалай істеді, солай істеп берсеңіз, артында бәракат та берекет болады. Ұстаз, сіздің сөзіңіздің бір қорытындысы ретінде маған мынандай сөз келіп отыр. Жеңіл дейсің деген. Иә, жеңіл дейсің. Жеңіліп қалдым ғой. Мына жаңа көре алмаушылықтың барлығының егер түп тамырымен зерттеймін ғой отырып, мен неге бұны көре алмай отырмын деп өз-өзімді. Неге сен көре алмай отырсың, мерет қай жерін көре алмайсың, мен мына жерін көре алмай отырмын деп ашық айтам. Алламен шынайы болсаң, Алла да сенімен шынайы болады дейді ғой. Аллаға айтам, Аллахым, сен көріп тұрсың, неменеге мен өтіріктен бүйтіп дей берем, ішімдегі бықсып атқан нәрсені біліп тұрсың, мен көре алмай тұрмын, мен көре алмаушылық менде қатты нетіп тұр. Бірақ ол ұнамай тұр, мен білем оның күнә екенін. Бірақ күшім жетпей жатыр соны бүйтіп жойып нетіп тастауға. Жаңа айтпақшы, жүгіріп барып амандасуға немесе оған, ой күшті машалла, құтты болсын деп құттықтай салуға, андай бер жағымен құттықтасам да ішімнен тырнап баратыр деген сияқты мойындаймын да. Сосын зерттеймін, бұл неден шығып жатыр? Неге ұнамай тұр? Оның сенен қарағанда күшті болып тұрған неге ұнамай тұр? Себебі сен өзің сол сияқты бір жеріңді көтеріп қимылдауға ерініп тұрсың, жалқаулығың ұстап тұр. Болса, неге болмайсың ондай? Сен оңай жетті дейсің, ол оңай жеткен жоқ ол нәрсеге. Сен де жеткің келсе, ерінбей. Біз көбіне бетін көреміз, айсбергтің бетін көріп, астындағы борша тер, құлап сүрінген жара, оның бәрін көрмейміз. Сол кезде адамда кішкене болсын, басқаша бір ой пайда болады екен да. Және жаңағы жеңіл дейсің. Просто жеңіліп қал. Мен жеңілдім, Раббым. Мен жеңілдім. Бәрі наоборот жақсы болатын. Сол жеңілсең, біз жеңілмейміз ғой, ұстаз. Оны бізде Мысырда білім алып жүргенде бір араб хафыз кісі айтып еді, жол беріп үйрендік. Жол беріп үйрен деп та, енді ол жерде жарысасың ғой. Мысалға да елге қанша пара жаттап кетсең, көре алмаушылық емес, тек қана бір жарыс. Мына кісі осынша пара жаттап алды ғой деп көрдік. Сонда біздің көре алмаушылығымыз жақсы жаққа кетіп жатыр ғой. Оны жақсы жаққа бағыттап болған ғой. Алланың құдіретін қарасаңызшы. Мына кісі менен де үлкен ғой. Мысалы мен осынша жаста келсем, ол кісі менен де үлкен. Қалай жаттап алды тез деп жаңағындай нетесің ғой, ішіңнен жаттап кетсем, елге жаттап кетсем деп. Сол кезде бір арабтың Амина деген ұстазымыз жол беріп үйрен дейді. Уступи дорогу ғой, орысша айтқанда, жол беріп үйрен, саған болады, саған жақсы келеді ғой деп. Сол тұста да тіпті Құранды жаттап жатқанда сол кісімен бірге сайысып жүргеннің өзінде жол беру керек та. Ал бұл дүниенің әңгімесіне тіпті жол берсеңіз, ризығыңыз кеңейді ғой. Ұстаз сол екі нәрсеге рұқсат берген ғой, қызғанып және қызығып қарауға екі нәрсеге рұқсат берген дінімізде. Біріншісі жаңағы сіз айтқан Құранды үйреніп және оны өзгелерге үйретуші адамға қызғанып, қызығып, мен де осындай болғым келеді, неге бұл көп біледі Құранды менен қарағанда деп соған қызғанып қызығып. Қалай әріптері жақсы шығады ма кісінде? Одан сен ұтылмайсың да, одан сен күнәға батып ұтылмайсың, сен керісінше анаған сондай болам деп тыраштан беріп өзің қалай қарай болып кеткенін байқамай қаласың да, сауабың да өсіп кетеді. Ана адам да одан ешқандай зардап шекпейді, сенің көре алмай қалғаныңнан. Оған да бәрібір сенің өзіңмен бірге Құранды жаттаған ол қуанады тек қана. Екінші, Алла тағала оған мол дүние мүлік беріп тастаған, және сол берген дүние мүліктің бәрін Алланың жолында сарп етіп сол жаққа жұмсайтын адамға қызғанып немен қарауға болады деп рұқсат еткен екен. Бұл жерде де ұтылмайсың да? Енді сезім бар ғой, соны направлять ету керек қой, бағыттап тұруға. Аллах тағала құдіретті ғой, Алла жаратқан біледі ғой біздің. Ұстаз, осы екеуіңізде де бір қызықты оқиға болсын, осы кезде болған бір естеріңізден кетпейтін бір ғажап оқиғаларыңызбен бөлісіп беріңіздерші, сосын мен де айтып беремін біреу. Дұға қабыл болған ба? Енді білмеймін, альхамдулилля, сұраған барлығын беріп жатыр. Дұғам қабыл емес деп айта алмаймын, потому что всегда мен бір нәрсе болса тек жай намазға барамын да сразу сұраймын, Аллах тағала бірінші очып, мен жүрегімді дұрысташы деп, иманымды күшейтіп, жақсы ой ғой негізі бәрі. Ойдан басталады бәрі. Жақсы ойлауды, жақсы адамға жақсы ниетпен қарауды, сол ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сияқты, соның үмбетін сияқты.
мындай жүрөгүмдү сол кісі сияқты жақсы көрүүдү не істедіп тілеймін себеп дұға еткен болады. Енді ондай ситуация болды, менде көре алмаушылықтан айтып жатса, ондай ситуация болды. Соны өзіммен жұмыс жасаймын. Мысалы күрес дейді ғой, жихад деген сол ғой. Иә, өзің нәпсімен күрес. Өз нәпсімен күресу деген сөз. Ең күшті ғажайып мен сол умра сапарына барғаным осы. Аяқ астынан 2-ақ күн қалған кезде дұға еттім, Аллахтан сұрадым, Алла, маған осы умра сапарына лайықты болып баруын маған насіп қылсаңыз дедім. Онда мен білмеймін, әйтеуір себепкерді біреуді жіберіңізші, білмеймін, әйтеуір осыдан кейін де осы намазымнан тек тұрып уже не істеп жатқан кезде уже телефон звондайды ғой. Көзіне жас кетіп қалды, сосын телефон звондайды, айтып, неге жылап жатсың деп бауырым айтып, мен осы ертең уже жолдасым кетіп жатыр умраға, менде барғым келіп тұр осылай. Бірақ енді мен қаражатым жетпей тұр, осындай неге салып тастадым, товарға беріп жібердім деп айтып жатырмын. Содан кейін жылама, көзіне жас кетпесін, сен де тоже бар, бірге бар деп екеуміз. Сосын мен қалай барамын енді деймін, менде даже паспортта дайын емес деп. Сосын соңға барам кезде айтады, сен орамалдасың, саған досрочно мысалға болмайды, 3 күнде күтесің, максимум орамалдауға алсың, кішкене сондай кедергілер болып қалуы мүмкін деп. Сосын Наурызбайске соңғы бардым, жоқ деп кетіп қалдым, тәуекел етіп үйге келдім, 2 ракат намазымды оқыдым да Аллахтан сұрадым. Егер осылай маған лайықты болатын болса, Аллахым, егер барлығын шешіп берші, өзіңді менің қолымнан еш нәрсе келмейді дедім. Сен құдіретің шексіз, ол мейірімің шексіз дедім. Сосын шығып кеттім де, Әуезовский неге бардым. Соңғы қабатымды тапсырдым. Сосын ол кісі айтты маған, егер де сізге лайықты болып тұрсаңыз, егер де сізге нәсіп қылса, онда барасыз деді. Сосын ертесі күн сағат 12-ден бәрі дайын болды, визам да барлығы. Ешқандай кедергі болған жоқ. Солай умраға бардық. Кейбіреулер айтады, кедергі болады, анандай барар кезде деп, Алланың қалауымен енді жеңіл өтті барлығы да енді күшті. Алла жеңілдеткен нәрседен жеңіл нәрсе жоқ қой, қаласа бәрін жеңілдете салады ғой. Мен сұрайтыным сол ғой, тек бір нәрсе сұрасам ешкімнен сұрамаймын, адамдардан бір жақсысы сол. Аллаға ғана мұқтажым. Барамын да, Аллаға барып қашам бәрін. Ішімде не болса да, жолдасыммен болсын, үйде проблема болса, ешкімге айта алмаймын, айтқанымда бәрі ол сыртқа айтып қояды бәрі. Адамға не істемейді да. Иә, сенім жоқ. Егер сіз өзіңіз айтып тұрсаңыз ол кісіге, ол кісі бәрі міндетті де айтады ғой. Басқа біреуге де өзім солай ойлаймын енді. Барамын да, жай намазға бардым да, бәрін айтып алғаннан кейін жеңілденіп күшті болып қалғанда күшті болып. Содан кейін уже жақсы болып бастады, сұраған нәрсемді беріп отырды Аллахтан. Соған тәуекелшімін деп айта аламын енді. Любой нәрсені Аллахқа бірінші очередь Алла, сосын даже Алланың жоспары күшті деп айтады, бізге қарағанда, біз жоспарлағанда все равно Алланың жоспары намного лучше. Иә, әрине. Сол гүлдендіріп жібереді ғой бәрі. Аллаға шүкір етеміз. Осындай история. Керемет. Бисмилля, альхамдулилля. Бізде былтыр не болдық қой, мен Алматы облысының әйел қыздар сектор жетекшісі деген, ол мешіттерді аралау керек. Былтыр біз керуен көшін жасадық, қасыма Мүнайым ұстазымды алып алдым да, Нарынқолдан бастап Кеген, Шонжы барлық мешіттерге Рамазан айында аралап, дағуат айтып, Рамазанның құндылығын айтып, халықты жинап, былай қарай төмен түсіп, Талғар бар, Іле бар, мына жақта Балқаш бар, мына жақта Қонаев бар, мына Жамбыл, Қарасай аудандарының барлығын аралап жүрдік. Жүрген кезде, ылғи отырған кезде көлікте айтамыз, Аллах тағаланың қаламысы үлкен қажылық сапарына барсақ, қол жайған жоқпыз, дұға тілеген жоқпыз, бірақ Алла разылығы үшін деп жаңа өңірлерді аралап жүрміз. Содан Алланың қалауымен Рамазан бітеді, үлкен қажылық сапарына, ұлы сапарға жол ашылады. Содан маған Хикмет Тревел Алланың қалауымен ұсыныс жасайды. Біздің қонақ пакетімен барып қайтыңыз, сіз осындай облыстарды аралайды екенсіз, тегін қызмет етеді екенсіз ғой деп. Сосын үйдегілерге айтамын. Үйдегілер айтады, ұлымыз айтады, мама, сіз 12 мүшеңіз сау, денсаулығыңыз бар, сіздің басыңызда баспанаңыз бар. Қажылық деген бір тиындап жинап, өзіңіздің ақшаңызбен барған жақсы дейді да. Сіз орныңызды біреуге берсеңізші, мүмкін біреу бар шығар мұқтаж дейді да. Сіз айтыңыз, мен орнымды бердім біреуге. Кім барғысы келеді, барсын деңіз. Біз көлікті сатайық. Көлік бар ғой бізде. Сіз сол көліктің ақшасымен барыңыз дейді. О, жақсы екен дедім. Дұрыс. Дедім, бұлар көлікті аяқ астынан сатып жіберді. Бір билет алып қойды үлкен қажылыққа. Содан кейін жаңа Хикмет Тревелға айтамын, менеджер қызына, рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Мен басқа компаниямен кетейін деп жатырмын. Кім мұқтаж соған беріңіздер. Жолымды бердім. Алла разылығы үшін деймін.
Сөн бұлар қоймайды, біздің әкімшілік басшылар сіз барсын деп жатыр, сіз барсын деп жатыр. Сөн айттым, жоқ, мен жолымды бердім, өзіме алып қойдым билет деп айтып жатырмын. Сөн ұлым айтады, мама, егер Алла сізді сол фирмамен барғызатын болса, форточкадан үйіңізге топ ет түсет дейді. Жарайды деп Талғар ауданына ұстаздарға тағы бір семинарға барам. Сол жерде есікті тоқылдатады, сізді бір видеоға түсіріп алсақ бола ма деп. Болады дедім. Соның Хикмет Тревелдің менеджері, қызы барлығы келіп, біз сізді құттықтаймыз. Біздің компаниямен үлкен қажылыққа баруыңызды тағы да сізден сұраймыз деп билет берді. Сөйтіп біз былтыр Рамазан айында жолдасым, және мен барып, Алланың қалауымен дұғамыз қабыл болып, сапардағы аяқ астынан парыз амалымызды атқарып келдік. Сосын менде бір ситуация болды. Осындай. Інім айтқан негізі. Меккеге барған кезде маған бір өтініш дұға не істеші деп, мен үшін келінім орамалда болған жоқ та, інім не намазда болды. Сосын мен Аллах тағаланы сұрайтын, сол Қағбаның алдында тұрып, я Раббым, сенің құдіретің шексіз ғой, мен Қазақстанға келгенше дейін келінімнің басына орамал көрсем екен деп тіледім. Сосын Қазақстанға уже ұшып келгеннен кейін Инстаграмға кіріп қарасам, статусында тұр. Мен орамалға келдім, Аллахтың қалауымен деп, сонда сразу айттым, моментально уже, я уже моментально ғой, кәдімгі сұраған мен ол кезде бойдақпын. Осы оқиға Рамазан десем, мен білмеймін, сол оқиға есіме сарт ете қалады ше. Сөйтіп бойдақ кез квартирада тұрамыз, жұмыс істеймін. Қыздармен бірге квартирада тұрам. Сөйтіп енді зарплатаға дейін ақшам бітіп қалды. Мүлдем ақшасы қалды. Енді кешке ауыз ашу керек. Сәресінде де бір өтірік бірдеңелер жегем. Өйткені айттым, ақшам қалмағаннан кейін дұрыс тамақтанбадым. Бойдақпын. Жұмыс істеуім керекпін, жұмысқа баруым керек, ораза ұстап жүрміз. Сосын қарным ашып тұрды енді. Қазір ойласам, мен соңғы рет андай қарным ашып, ауызашар қашан болады, және тойып тамақ жесем ғой ауызашарда деп, кәдімгі реально бір мұқтаж адамдар болады ғой, қарны ашып мұқтаж болатын. Сондай кез менде сол кезде болыпты да. Альхамдулилля, одан кейін менде ондай нәрсе бір проблема болмады. Мен іштей қарным ашады, қазіргі қарным ашып тұр, кешке дейін мысалы, бірақ біліп тұрмын да, мен үйде тамағым бар, қалаған нәрсеме заказ беріп жей алатынды. Бірақ ана кезде менде ондай мүмкіндік болған жоқ та, өйткені мен шынымен де ақшам жоқ болды ше. Сөйтіп мен тұрам, аузым беріп күндіз, сонымен намаз оқып, сөйтіп ұйықтап қалам. Сөйтіп ойлап жатам да, сөйтіп қарным ашып жатыр, ішім шырылдап, сосын кеш батады ғой, қазір намазға тұрам, сосын тамақ жермін, бірдеңе бұйырған деп, үйде не бар өзі деп, дым жоқ шынымен қалайын, ақшам да жоқ ше, немде счетымда. Сосын біреу ауызашарға шақырып қалса ғой деймін ше. Сөйтіп ауызашарға шақырып қалса ғой деймін, бірақ кім шақырады? Былай өзіме салса, өзім былай миыма етіп өзіме салса, шақыратын адамдардың бәрі уже шақырып тастаған. Уже списокте былай біреу шақырады деген ешкім жоқ негізі. Сонымен енді мейлі дедім да, сонымен ұйықтап қалыппын, сөйтіп ойланып жатып ұйықтап қалыппын, ішім шырылдап, қарным ашып жатыр. Сосын звондасам, туған әпкем Маржан деген 15 рет па 10 рет па пропущенный тұр, қорқып кеттім, бір жаманға барма, немене маған без конца звондай берген деп ше, ұйықтап жатып естімеген ғой. Не сонша, ол жай нәрсе болса бүйтіп 10 рет звондамайды ғой деп, шошып кетіп қайттым обратно жаңағындай. Звондаймын ғой, не болды деп ше, амандық саулық, не болды? Біз енді Астанада жұмыс істеймін, театрда. Ойлаймын, ауылдан бір жағдай болып, соны маған жеткізу үшін деп, бірінші жаман ой келеді ғой. Сөйтіп звондасам, маған айтады, менің әкемнің інісі бар Алматыда, Нұрғали аға, сол Астанаға командировкамен кетті жиналысқа. Енді мен әкем қайтыс болып кеткен, әкемнің орындағы адам болғаннан кейін қарындасымды көріп кетейін, жұмыс бабымен келіп тұрған кезде хал жағдайын білейін деп, сөйтіп мені Маржаннан номерімді алып звондаған ғой, Меруерт қайда деп, Астанада осындай деп. Соны енді жиналысқа келіп, командировкамен келіп отырғаннан кейін халін білейін деп звондаса, мен алмаймын. Бәсе Нұрғали аға пропущенный бір айтпақшы, ұмытып кетіппін. Енді соны алмағаннан кейін Маржан звондаған. Сен аға ала алмай жатыр, неге алмайсың деп өзінше айтайын деп, ол звондады. Сонымен екеуі қосылып звондаған кезде жаңа 15 пропущенный болып кеткен ғой, мен сол кішкентай ұйықтаған уақытта. Сонымен айтам, Нұрғали аға келіпті ма деймін де, сосын звондаймын, аға сіз маған звондапсыз, қалаға келдіңіз ба деп сөйлеймін. Я келдім дейді. Жүр Хан Шатырға кел, мен сені тамақтандырайын дейді. Ағам ораза ұстамайды.
намаз оқымайды. Сөйтіп ол Рамазан айы ораза деп те оны ойлап жүрген жоқ. Ол өте жұмыс басты, метроның бастығы екен, басшы кісі ғой. Соны енді мен айтамын, мә аға, мен қарным ашып тұр деймін да, қазір жүгіріп барады деймін, просто менде ораза қазір деймін ше. Ойбой дейді, ораза қай кезде енді оны жеуге болады дейді. Мен айтамын, кешке ауыз ашқанда болады деймін. Мен қазір енді 2 сағаттан кейін ұшып кетемін ғой, меруерт обратно билетім дейді да. Әйтпесе мен сені онда хотя бы ақшаңды беріп кетейін, сонымен сен не тамақтан дейді да. Сосын бірақ сонда да мен сені көруім керекпін ғой, мен сені сағынып тұрмын ғой, кездесейік бәрібір сонда да кел дейді. Сосын жарайды деймін да, неге хан шатырға барамын, сөйтіп жаңа кездесеміз, ол кісі бірдеңесін жейді, мен сен көзіңше жіберсем бола ма дейді да. Жіберіңіз деймін, мен осы целый день жиналыста болдым, қарным ашып кетті, ештеңе жей алмадым дейді. Жоқ, жіберіңіз, маған мән бермеңіз, мен сізді сағындым ғой деп. Неше ай көріспегенбіз ғой, жылдар бойы. Сөйтіп әкемді көргенде жылап, сөйтіп екеуміз күшті әңгімелесіп, ол бірдеңелер жеп отыр. Сөйтіп оған смс келеді ғой, не рейс отмена ертеңге ма ұшатын болып не болып. И біз ауыз ашамыз ғой кешке. И ана жерде айтады ғой, не жегің келеді таңда дейді ғой. Субханалла, мен сол ауыз ашар, сол Рамазан айы және Аллах тағала ұшайын деп тұрған адамды ұшырмай қоюы, және ең қызығын айтайын. Нұрғали ағам негізі біз кездесіп отқан күннен бір күн бұрын негізі ұшып кету керек болған екен. Бір мәселелер шығып қалып кеткен. Мен дұға еткен кезде ең қызығы, мен жаңа сұрадым ғой күндіз, сол кезде белгілі болған оның қалып кететіндігі ма, сондай бірдеңе. Сөйтіп мен тамақтану үшін, мен жаңа қалаған нәрсемді жеу үшін, мені Аллах тағала Алматыдан ағамды ұшырып алып келген, оны маған звондатқызған, оның жаңа кездесулерін создырып, тіпті рейсін кешіктіріп, менің жақсылап ауыз ашуыма. Сөйтіп мен күшті қымбат ресторанда 40 мыңға ма өзенді ақша, ол кезде қазіргі бір үлкен 80 мың, 2 есе ғой қазір, ол кезде осыдан бір 5-6 жыл болған әңгімені айтып отырмын. Сөйтіп мен 40 мыңға счетқа жаңағыдай қымбат немен күшті ресторанда ауыз ашамын ғой. Сөйтіп маған ағам ауыз аштырады. Кейін соны жаңағы өзіміздің туысқандар деген чатта айтып бергем ағама. Аға, сіз маған қазір өзі ораза ұстайды ағамның. Сіз білесіз ба, сіз ойлаған шығарсыз, сол кезде мен түк бітірмей жүрмін, елдің бәрі ораза, мен жай жүрмін, жұмыс істеп жоқ. Сіз маған ауыз аштырдыңыз, мен одан кейін сізге дұға еттім артынан. Және сол нәрсеге сізді себепті, айдалада басқа адамды емес, туған бауырымды себепкер қылып қойған үшін, мен сол оқиға қатты маған әсер еткен болады. Маған да әсер етіп отыр. Өте қатты керемет. Сондан дұғаға немқұрайлы қарамаса екен деймін. Ауыз ашар кездегі бүкіл нәрсені сұрап алыңыздар деп айтқым келеді. Ол кәдімгі мүмкіндік. Енді келесі сұрақ, ұстаз, адамдардың бір-біріне дұға етуі. Жаңа көреалмаушылық деп басынан бастағанда, бұның өте қатты несі бар. Бір-бірімен байланысы өте жоғары. Себебі адамның көреалмаушылық қасиеті бойында қаншалықты шкаласы жоғары не төмен екендігін мен өзім соны практиковать етіп, соны бойымнан құртып, жаңағы жұмыс жасау барысында мен кімді онша көре алмаймын, кімді ұнатпаймын, қызғанам жетістіктерін, соған көп шын жүрегіммен дұға етуімді жасаған сайын ана көре алмаушылық деген бықсықты алып тастадым. Солай мен оның дәрісін ойлап таптым. Былай айтқанда, солай мен құтылдым. Қалай мен ана көре алмаушылық менде көбейіп кетеді, бір адамды көрген кезде отписаться етіп құтылып, көз алдымнан жоғалып кетші, сені көрген сайын менің ішкі қызғанышым көтеріліп кетіп жатыр деу, ол мені одан сайын семіртеді екен, нәпсімді, одан мен, яғни имеется в виду, ішкі ауру емделмейді екен. Енді маған мұсылман әйел ретінде мен ол нәрседен құтылуым керекпін ғой. Оны бетін жауып қойып, уақытша ғана емдемей. Түбегейлі құртылу үшін мен қарсы жүремін, сол ұнамай тұрма, қызғанып тұрсын ба, Аллахым, одан сайын звезда қылып жүр, одан сайын бақытты қылып жүр, Аллахым, бұл қазір сол звездамын ғой деп соған алданып жүрсе, оны өйтіп алдандырма, бұл ертең маңқ етіп бетпен құлайтындай жұлдыз ауруымен өйтпе. Керісінше осы жұлдыз болып жүрген кезінде көп қазір оның қолында подписчигі көп, жұлдыз, танымал, соны жақсы жаққа қарай, біреулерге үй әперіп жіберуге, қайырымдылық жасап жіберіп, ертең сондай жақсы жағына қарай пайдалансын, ертең ақмақ болып, ертең сорлап қалмасын деп, ана өзім соның орнында тұрғандай кәдімгі дұға етемін ғой. Қалай мен өзім соның орнында тұрсам, өзім жаным ашиды ғой, өзіме ертең андай ұтылып қалмайтын жағымды ойлаймын ғой. Тура ананың орнында отырғандай дұға етемін.
нетіп қалмасын, жаңағыдай қазір звездамын деп қатты кетіп мына жерлерін ашып бүйтіп ашық шашық болып ертең андай күнәлі болып қалмасын, жабық киініп әнін айтсын, жабық киініп үйтсін бүйтсін, қатты боянбасын, өйткені оған ол білмей тұр, ол бүйтсін фотосессияда бүйтсін ішін көрсетіп соған мақтанып 10 жыл күткен бөпесін көрсетіп так тіл көзге ұшырап қалмасын ол деп ана адам үшін кәдімгі переживать деп. Негізі мен оны өте қатты қызғанамын, оның сөйтіп бақытты болып жүргенді шындап келгенде. Осындай сияқты Аллахым өзгелер үшін дұға ету және періштелер саған да деп тұра ма, оның біз үшін мұсылман ретінде қандай пайдасы бар, ол біреу үшін дұға еткеннен біз не ұтамыз одан? Бисмилля, жаңа сіздің айтқаныңызда есіме түсіп тұрды. Жаңағы негізінде қызғану нәпсіден ғой, шайтаннан ғой, қызғану шайтаннан, және де сол қызғаныштың очагы адам өзі соны істей алып, бірақ істей алмауында деп жаңа айтып кеттік қой, соның қолы жетеді, ол істей алып, бірақ жаңа ереншекті, телефонда көп отырып қалу, болмаса тағы бір нәрсемен айналысып кету, батылдық, тәуекел, қорқақтық, мен түсіне ма түсінбей ма деген секілді. Ой, осының ішінде кімде кім сол қызғаншақтық, біреудің ісіне көре алмаушылық жағдайы болатын болса, ол Аллаға прямой қару көтерген ғой. Ол Аллаға қару көтерген адамда. Аллаға кәдімгі шық менімен бірге рингқа екеуміз төбелесейік деген адам, біліп алыңыз. Себебі ол Алла соған тағдырды солай жазды. Алла соның ризығын солай жазды. Алла оның солай нығметін арттырды. Солай жүруіне Алла рұқсат беріп қалады. Ал сіз Алланы сол қару көтеріп тұрады да. Шық бер Алла, кім бұны бүйтіп қойды деп. Қызғану деген көре алмаудың астында тәкаппарлық жатыр, ашу, ыза, кек алу жатыр да. И ол адам не істейді? Сол көре алмаушылықпен өзінің ішкі әлемі көре алмай тұр ғой, баласынан өшін алады ғой. Баласы кем лишний раз жабысы, кетші, мүмкін осыны мен тумағанымда осылай жүрер медім, осыны емізем деп, осыған ауыр аяқ болып жүріп, байланып отырып, мен осы дәрежеге жете алмай қалдым деп, адам ішкі күйін, ғой ол тек қана жаңағы қызғанған адамына емес, жан жағының барлығына шашады, физиологиялық тұрғыдан денсаулығы бүлінеді, давлениясы көтеріледі, ішкі әлемі ауырады, және бетіне сондай бір әжімдер түседі, оның бір тіпті адам бетіне қарап, әжімнің орнына қарап, мысалы психологиялық тұрғыдан ол адамның ішкі әлемі қандай екенін жазбай тануға болады. Немесе ұстаз тікелей ешқандай ойлап, бұл біз жасырын түрдегісін айтып отырмын мен қазір. Мұсылман болып, орамалда жүріп, бетіміз жылтырап, жаңағы сөйтіп жүріп істеген нәрсені мойындап айтып отырмын. Ал кәдімгідей жазып жіберетіндер болады. Өй, мұжырайған сорлы, осындай жігітті қалай басын айналдырып алдың екен сен, қайынеңе саған осындай бақытты бере салды екен, сен деген негізі оңбаған адамсың ғой деп, кәдімгі көре алмайтынды ашық түрде ғайбатқа жұтпайды, бұл кәдімгі зұлымдықпен астына комментарий жазып тастайтындар ше. Бақытты болып жатқан адамдарға тілек айтудың орнына жаңағыдай жаман өзінің уын дедіңіз, уын шашып тастайтындар болады. Ол жақта да мен екі жақтан қарастырамын. Bir шетінен ана адам тәуба ету үшін, бір шетінен қойшы, мен сондай бір негативный нәрселер көп жазылып кете ма деп тыйылып, оны лишний раз салмай ақ қояйын, халықтың адамдары жаман, кейде адамдар жаман жазады, оны салмай ақ деп тәрбиеленеді. Ондай адамдарды тәрбиеші деп қабылдау керек. Мысалы Омар ибн Хаттаб өзі халифалыққа тұрған кезде қасына сондай бір шындықты айтатын адамдарды ертіп алатын. Көре алмаушы емес, шындықты айтты деп қабылдайық. Сонда айтады, мен қандай болдым? Пайғамбарымыздың қасында жүргенде, саллаллаху алейхи уассалам, сахаба болып жүргенде қандай едім? Қазір бүкіл мұсылмандардың халифаты болған кезде, халифасы болғанда қандай болдым дегенде, сахабаның атын ұмытып тұрмын. Сол айтады, ей Омар, сен пайғамбарымыздың қасында қандай едің, саллаллаху алейхи уассалам? Сондайсың дейді. Рас айтып тұрсың ба? Деп күйлерін реттеген. Сондықтан ондайды комментаторлар керек. Керек. Алла әділ, оның бәрі баланс сақталу үшін жасалып тұр ғой жеңіс. Керек, бірақ жаңа хақысы да бар да адамның. Жазғанда да мәдениетті түрде жеткізген жақсы да, андай көш кешті дейме, қарапайым бір жаман сөздерді қосып емес, мәдениетті түрде, сыпайы түрде, қазақ тілі бай тіл ғой, қандай сөзді алып көркемдеп алсаңыз да болады. Көркем түрде рас адамның жүрегіне қатты тимейтіндей, жаңағы өзі бір мотивационда жүргенде басылып қалмайтындай, бірақ та тәрбиелене алатындай комментарий жазса, ешқандай да ол жерде тұрған ештеңе жоқ. Просто жазып үйрену керек та, бізде мәдениеттілікке үйрену керек, сауатты жазуға үйрену керек та. Сауатты жазуға үйрену керек. Мен өзім муфтияттың сонда ақпарат таратыңдар деген мен тиктокқа шыққам.
басында қызым айтты, комментарий қоссасыз ба, қоспай ақ қояйын, мен оған дайын емеспін дедім. Қазір мен бір нәрсе жазып ана не істеп кетпейін деп. Аллаға шүкір, комментарийсіз, комментарий отключенный болды. 18 000 адам жиналды, Алланың қалауымен аз уақытта. Халық мені қабылдай бастады, содан кейін мен барып комментарий қостым. Жаза деді, мына апа не деп отыр? Деп мен оны жақсы қабылдай бастадым. Себебі мен комментарийға дайын болдым да. Көрдіңіз бе? Дайын емес адам одан сынып қалуы мүмкін. Руханияты кесіліп қалуы мүмкін. Соны да ескеру керек. И тәрбиеленіп те кетуі мүмкін да. Артық ондай салмайық, алтынды салмайық, күмісті салмайық, ана ішкен жегенді салмайық деп. Брендтерді. Сондай нәрседе тәрбиеленсе ақылды адам. Және де сол нәрсені салып қызығулық өмірін көрсететін адамдар қатты жауап береді. Себебі олар біреудің көзінің ақысына кіріп тұр ғой. Тіпті аш адамның көзінше азық түлік алуға ұялу керек та. Ақшасы аз адамның көзінше сен пакетің толтырып кетіп бара жатсың ба, алып ауыз ашарға, сен ол адамның көзінің хақысына кірдің. Көзінің хақысына абай болу керек. Сол үшін жабық пакет ұстап, барлығын мөлшермен, жан-жағыңа сақтықпен қарап жүрген абзал да. Бір оқиға есіме түсіп отыр. Аттарын ұмытып қалдым. Жаңа бір сахабалар ғой деймін. Ана біреуінің жаңағындай көзі көрмейді, біреуінің несі тілі сақау ма, біреу алапес бірден. Сол күшті оқиға. Сол екеуі ғана бүйтіп көшемен жаңа өтіп бара жатқан, бұларды өсектеп сырттан ғайбаттайды деген. Ана екі соқыр мен ақсақ пен тоқсақ бірге кетіп бара жатыр деген сияқты. Екеуі бір-бірін дәл тапқан ғой деген сияқты. Сонда жаңа айтады екен да, біз қазір бізді өсектейді. Одан да мына көшемен өсектейтін адамдар өсектейтін көшеден тығылып басқа жақпен айналып жүрейік та деп сөйтеді екен да. Сөйтсе ана кісі айтады екен да, қайта жақсы емес пе, өсектесе өсектей берсін. Өсектегенді қайта бізге плюс қой ол. Аналар бізді ғайбаттап өсектейді сыртымыздан. Енді оның несі жаңағы үкімі қандай шариғатымызда, егер сені біреу сыртыңнан өсектеп, ғайбаттап, сені жамандайтын болса, онда олар сенің жаман амал күнәларының бәрін өздеріне алып алады. Сені тазартып кетпей ме, қайта жақсы емес пе, қайта біз солардың өсегінің арқасында біз тазарып қаламыз деп сөйтіп айтқан кезде ана кісі оны тоқтатады дейді. Біз мұсылман емеспіз ба? Қай кезде мұсылман қарақан басын өзін ғана ойлаған еді. Шынайы мұсылман өзі түгіл өзгенің де сен себепті күнәға ұрынып қалмайтын үшін алдын алмайтын бе? Біз керісінше біз себепті мақұл олар білмей өсектеп жатқан шығар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның біз ізінен жүретін болсақ, ол кісі не деді? Үстіне жуынды төгіп, бәрін етіп жатқан кезде Аллах тағала сұрады ғой, қалайсың ба мына тау мен тасты қосып мыналарды жермен жексен қыла салайын ба деген кезде, жоқ Раббым, олар білмей істеп жатыр. Білсе бұлай істемес еді. Олар білмей тұр ғой менің оларға пайғамбар екенімді. Білгенде олар жасамас еді бұндай қимыл деп, үмметін өзіне зұлымдық жасап жатқан адамдардың өзін білместіктен жасап жатыр ғой деп, солардың ақысын, солардың ертең Алланың алдындағы жағдайын көбірек ойлап тұр да. Дұрыс айтасыз. Біз кейде әлеуметтік желіде біз сондайға көп көремін да. Сендер мені өсектеп жатсыңдар, етімді жеп жатсыңдар, етімді жей беріңдер, ертең қияметте есептесеміз деп тұрып, андай бір сенімді түрде. Ойбай, есептесеміз дейсің, сен есептескенде абайла. Шын әділ болып Алла тағала есептесетін болса, өзің сормаңдай болып қалуы мүмкінсің да. Сондықтан адам андай бір басына сынақ түскен кезде елдің бәрі оны жұлып жеп, жаңа етін жеп бәрі болды ғой, Құран жаңа сүрені рэп қылып айтып, жаңа болды ғой бір бауырымыз сондай бір жағдай болған кезде мен адамдардың өзіміздің деңгейіміздің қандай екенін мұсылмандардың көрініп тұрды да. Жермен жексен қылып не айтқан кезде бір ұстаздар оларды қорғаштап шығарып жатты да. Мүмкін осы нәрсе оның жаңағы біз сыналып жатырмыз, біл қалай өзіміз ұсталатынымызды. Плюс ол қарындасымыз осы бір сынақты Алла тағала оған жаны ашығандықтан жіберіп тұр, чтобы ол до конца ана кеудесінен жаны шыққанша қуып лағып кетпесін. Осымен оны сілкіп кішкене өзіне жинақталып, осы ауыр сөздердің бәрінен ол өту керек, сабағын алу керек. Сөйтіп барып ол Раббысымен шынайы түрде жылап еңіреп қауышу керек болып тұрған шығар дейді. Әр істе Алла бар ғой. Жапырақтың өзі Алланың қалауымен түседі ғой. Сондықтан әр істе Алланың хикметі бар. Әр адамның өзінің бір Алланың алдында жақсы игіліктісі бар ғой. Сондықтан ол жерде Алланың рахмы бар деп қараймыз ғой, жақсыға да жаманға да. Ал егер де дұғаңның қабыл болып, Алланың алдында озық болғаныңды қаласаң, ол сен бауырыңа дұға қыл дейді. Жаңа сіздің системаңыз ғой. Сіз оған жұлдыз болып кетсін дедіңіз, екі періштеңіз, әмин, сен де жұлдыз бол деп мұсылман адам ешқашан ұтылмайды. Ешқашан. Сондықтан бауырларымызға дұға тілеуде болайық, әлемдік деңгейде. Я Раббым, әлемдегі тақуа мүмін әйелдер мен еркектерді барлық жамандықтан қорға.
ықылашыл имамдар мен ықылашыл ұстаздарды мешіттегі өзіңнің панаңа алып өзің қорға деген дұғалар бізде ұтылмайтын дұғалар ғой. Біреуге бауырыңа жасаған дұға міндетті түрде өзіңе қайтады. Және де адамның іші кең болса, ол адам кем болмайды. Машалла. Кеңдік керек та, кеңдік. Жомарттық дегенде лақылдатып дүниеңді беру емес, лақылдатып әдемі сөздеріңді беру, кеңдігіңді беру. Біреу жаңағы құлап қалғанда таусылмашы, болды, сенде бәрі жақсы болады ғой деген бір кеңдік, мына ішкі әлемге кеңдік деген нәрсені еңдіртіп алу керек та. Сонда жасқа да, қартқа да сыйлы боласың. Машалла. Жылы сөздің өзі Иә, Садақа. жақсы сөз. Хасан Әл-Басридің сөзі емес пе? Менің жаңағындай артық нәпіл намаз оққаннан қарағанда қиындықта жүрген адамның барып жаңағындай көңілін көтеріп жылы сөзбен жебеген маған сүйкімдірек амалым Сүйкімдірек депші. амалдарым бірі деп. Сондықтан біз деген өзімізді аз халықпыз. 18-ақ миллион мысалда, иә. Соның ішінде бір-бірімізді шұқып, бір-бірімізді көре алмай, бір-бірімізге жаңағындай хасат дейді ғой, ондай жасай алсақ, біз жақсы халық емес болып тұрмыз да. Ал ата бабаларымыздың көрсеткен сара жолы құлап бара жатқанға демеу болу. Жылағанның көзінің жасын сүрте алу. Жамандыққа ұшырақпаған адамның қалын сұрап жақсылыққа жетелеу. Біздің форматымыз сол ғана. Және мына Рамазан айы бізге сол қасиеттерімізді ашуға мүмкіндік қой. Сол қасиеттерімізді ашуға мүмкіндік. Өйткені адам баласын Аллах Тағала сүйіп жаратқан. Адам заттың барлығын сүйіп жаратқан. Түгелдей. Және біз сол адамзаттың барлығын сүюмен иман келтіргендермен боламыз да. Жаңағыны айтып кеттік қой Муслимнің сахих хадистеріне. Иман келтірдің, жәннатқа кірдің, енді қалай кіресің жәннатқа дегенде бір-біріңді жақсы көрмейінше. Шынайы жақсы көрмейінше. Өзіңе тілегенді бауырыңа тілемей, сен ешқандай мұсылмандық келбетің жоқ. Сен мейлі сен қазір Рамазан айында күні түні ораза ұста. Тарауихтан қалмай ақ қой. Бірақ сен біреуді жақсы көрмей жүрсең, ол сен сыбдырыңды да, жүрегіңдегі деген дыбысыңды да білетін Аллах Тағала, ол біледі Алла. Адам білмей қалса да. Менде осындай ситуация болды. Бір кісіге қатты ашулы ренжулы болды. И оны кешірем деп айтамын, каждый намазымды дұға етсем сол кісіге. Бірақ өзім жүрегімнен бір нәрсе жібермей тұрады. Сосын осы күні кеше дейін жұмыс жасадым сонымен. И Алла разы болсын, бір сондай шешіліп кетті барлығы. И мен ол кісіні кешірдім, ол кісі де мені кешірді мысалы. Бірақ енді осыдан кейін менде бір андай сезім болды да, жақсы болады барлығы да. Жолымда, ашылуы кедергі болуы мүмкін деп ойлаймын да, мысалы. Біреуге ренжіп, қатты бір ашуланып не істесем де, жүрекпен жібере алмай жүрген нәрсені соны айтып жіберсеңіз. Енді бұл жерде қараңызшы, Аллах Тағаланың елшісі бізге айтады, мұсылман адамды егерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хамзаны өзінің бауырын жаңағыдай тас талқанын шығарып, құлағын кесіп, мұрнын кесіп, ішін түгелдей ақтарған адамдарды кешірді ғой. Бірақ та сол нәрсені Хамзаны өлтірген кейін сахаба болған кісіге не деді? Сен мен көзіме көрінбей ақ қой деді. Мен сені қабылдаймын, бәрі жақсы, бірақ мен есіме түсіп кетеді жағдай деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басынан өтіп тұр ғой осы тұста. Сонда ол кісі айтады, бірақ оның сенің алдында хақысының ішінде 6 хақысын орындап бер. Амандасса, сәлемін аласың, өйткені Алланың бұйрығы. Сәлемге жауап беру, қайтыс болса жаназасына қатысасыз, кеңес сұраса жауап бересіз, түшкірсе түшкіруіне дұға тілейсіз. Және де ол адам сізге қонаққа шақырса, оның қонағын қабыл етіп барасыз, ауырып қалса халын сұрайсыз. Ол бізге міндет. Жоқ, бірақ Алланың қалауымен жүрегімді кешіріп, күшті жақсы отношение болып кетеді. Негізі мынандай екен да, осы жақындаған осыны біліп мен таң қалдым. Барлық адамдарда бар деп ойлаймын. Андай кешіре алмау, жүректе бір нәрсе қалып қою. Бер жағыңмен дұға етесің, я ол адам үшін нетесің, бірақ іштей бәрібір сен өзің алдай алмайсың да, кешіре алмай қалу. Тәкаппарлық қой. Иә, соны бүйтеткенде, осы Ерлан Қатаевтың уағызында соны бірінші рет осы мәселені тыңдаған кезде мен таң қалдым. Менің бір жауап берді, осы ішімдегі бір сұраққа жауап алдым деп ше, Алланың қалауымен. Адамдар дүниеден өтеді ғой. Өткеннен кейін енді мүйізі жоқ, қошқармен мүйізі бар, барлығын ақысын бір-біріне алғаны сияқты, зұлымдық жасағандар бір-біріне бетінен ұрсаң, барып сен де оның бетінен ұрып деген сияқты бір-біріне ақысын алу, кешіру мәселесіне келгенде. Мына дүниеде кешіріп жібердік дегенмен де Алла разылығы үшін кешіргенсің.
ол да сені кешірген, вроде бәрі ұмытылған, бірақ жүрегіңде кішкентай бір нәрсе қалып қойды. Шынымен де ол қалып қоятындай саған үлкен бір зұлымдық жасаған еді, ренжуге тұрарлық бір нәрсе жасағанда, енді шындап келгенде. Бірақ Алла разылығы үшін сен мұсылман болған үшін оны кешіруің керексің. Өйткені сен де ертең қияметте Алланың кешіріміне мұқтажсың. Алла айтты, кешіріңдер деді, кешірімді болыңдар, себебі мен кешірімдерді жақсы көремін деді, себебі мен кешірімдімін деді. Сол үшін кешірің, жарай. Бірақ екеуің де жәннатқа, жаңағы айтайын да қызығы мына жерде. Мына жаңағы ренжіген адамда екеуі де Алланың мейіріміне бөленіп, есеп амал дәптерлері оң қолынан беріліп, жәннатқа кірер екен. Кірмес бұрын қарасаңшы енді, кірмес бұрын дейді, жәннатта андай кішкентай бірдеңе тұр деген нәрсе, ондай адамдар жүрмейді екен, рұқсат жоқ ондай жүруге. Сол үшін жәннаттың есігінен бетіп аттамас бұрын ана екеуін Алла шақырады екен да, екеуін сұрайды екен. Міне жәннат. Екеуіңнің жүрегіңде жаңа жайттыңыз, бірдеңе жібермей тұрған, бірдеңе тұр, сол тұр әлі. Есеп қисап, қаншама қорқынышты нәрсе тыржалаңаш болып, енді сұмдық нәрселер өтсе де анаған деген обидасы, мысалы элементар нәрсе келтірейін, ол не деген сонша ұмытылмайтын, ол кек, ол Құдай-ау андай есеп қисаптан кейін уже кетіп қалу керек қой мына жердегі нәрсе деп айту мүмкін да, қазір тыңдап отырғаным. 5 жастағы қызды Сарағашта, мен сол кезде өзіме соны сұрақ қойдым да, сол кезде өзіме осыны келтірдім мысал ретінде. Қызын не за что зорлап, крышасына апарып чердаққа өлтіріп, оны ауыл болып сабылып іздеп ана қызды, өзі бірге іздеп жынды болып аналарды жынды қылып, ең соңында соны өзінің крышасынан тапты емес па? Соны ана видеоны көрдіңіздер ғой, әйел адамның запыран сияқты несін, дыбысын, ана сотталды деген соттың үкім шыққан кезде деп барып ананы ұрып жұлмалап атқан соттағы залда көрдіңіздер ғой. Ол не деген сөз? Мен сен даже өмір бойға сені даже өлім жазасына кесіп көз алдында дарғасып өлтірсе де, ана титтай 5 жасар қызға істеген соншалықты жауыздығынан ол кешірген жоқ, оның анасының жүрегінде қалып қойды. Любой ана қазір оны түсінеді. Мен де кешірмеген болар едім, Алла мен ондай сынақтан ада етсін. Енді бәрібір бірақ ұстаздарымыз айтып жатыр, тіпті оған да кешірім бар деді. Сенесіздер ме? Сондай жауыздыққа, хайуандыққа барған адамға да, егер ол түрмеде отырып шынайы тәубе ететін болса, Алла оны кешіреді деді. Және Алла сұрайды сіздің де оны кешіргеніңізді. Қалайды? Я, ол оңбаған нәрсе істеп тұр. Кішкентай сәбидің түк кінәсі жоқ. Түсініп тұрмын, сіз анасыз, бірақ бәрібір ана адамды кешіріңізші деп тұр. Енді ол кешірген жоқ. Мына оқиға тура осыған әдем деп тұр. Кешірген жоқ. Олар жәннатқа, анау да тәубе етті, кешірді оны. Мынау да жүрегінде несі тұр, ызасы тұр, кешірген жоқ. Екеуі кеп тұр да, Алланың әділдігін қараңыздаршы. Міне жәннат, екеуімге мен кешіріп тұрмын. Менде проблема жоқ. Мен сендер кешіріп қойдым давно. Сендерді кешірмесем жәннатқа кіргізер ме едім? Бірақ жәннатта кішкентай жүрегінде сондай кірбіңі бар адам жүре алмайды. Ол сонысымен ол жәннат. Сол үшін жәннатқа кірмес тұрын, давайте шешіп алайық. Мынаны кешіресің ба? Кешірсең, міне жәннат. Деп тұр. Сонда ана адам жылап, Раббым кешірдім дейді екен ғой. Раббым кешірдім дейді екен. Қол ұстасқан, құшақтасқан күйде кіріңдер жәннатқа дейді. Жаңа көре алмаушылық оның қасында не дейсің? Құшақтасқан күйде кіріңдер жәннатыма дейді екен. Сонда Аллах Тағала тіпті жәннатқа жаңағыдай жүрегінде кішкентай деп тұрған нәрсемен кіргізбейді. Ол сондай таза, сондай пәк нәрсе, о жерде тек қана пәк адамдар, пәк көңілді бір-біріне жаңағы шынайы сондай бір махаббатта жүретін нәрсе екен да. Сондықтан айтады да сол жерге, енді түйіні қарасаңыздаршы, түйінін былай аяқтайды Ерлан аға. Разве дейді, Аллах Тағала сені дейді жәннатына кіргізу үшін обязательно сені есеп қисаптан өткізіп, ана жаққа дейін барып, жәннаттың есігін ашып, ішін көрсетіп тұрып барып, енді кешіресіңдер ма деу керек па дейді. Неужели біз мына дүниеде и так та саған жәннат обещание беріп тұр ғой, осы дүниеде кешіре салуға болмай ма дейді. Алланы сонша әуреге салып, ана жаққа барып, міне есігі ашып тұр, енді кешіресің ба жаным дегізбей. Осы дүниеде кешіресің, сол кезде сен просто сразу жәннатқа кіресің ғой дейді. Разве соған тұрмай ма? Раббым саған онсыз да бәрін беріп тастады ғой дейді. Енді хотя бы мына дүниеде просто жүрегімді тауып таза қылып, жаңа ғой жеңілші, жеңілдейсің. Жеңіле сал. Кімге не дәлелдейін деп жүрсің кешірмей.
қолыңнан бір нәрсе келе ма, кешірмегенде соны қайттан қызыңды тірілтіп жібере аласың ба, қайттан зорламай соның өмірін гүл қылып ала аласың ба? Бітті, кетіп қалды, оның тағдыры солай жазылды. 5 жаста сондай нәрсемен басқаларға сабақ болу үшін өлу керек болды. Кешіре салшы, жеңілдейсің. Отпусти дейді ғой. Айтқанға оңай дейміз ғой енді. Айтқанға оңай әрине. Бірақ енді бәрібір бізден осыны басыңнан өтпесе, басына түспеген баспақшыл деп ақыл айтуға мастерміз ғой. Сіздің енді ғибрат өте көп, өйткені жай ғана сол бір көре алмаушылықпен, жай ғана бір сен нәпсіңе ұнамайтын нәрсе істеген адамды кешіре алмай жүрсең, Рамазан айы саған мүмкіндік айы. Рамазан айы мынандай керемет ай, сен өзіңді кешір және оны да кешір деген мәселе ғой енді. Біз енді Рамазан айының құндылығын айтып отырмыз ғой. Кешірім айы деп. Енді сұрайтын осы ауадан осы проблеманы шешіп берші деп шешіп берді ғой. Мысалы мен дұғамның несі ғой барлығы. Жүрегім осындай күшті, уже одан кейін өмірімде барлық жағынан жақсы жағынан. Уақытымыз таяп қалған кейін айтқым келгені ұстаз бұл подкастта. Бұл дүниеде ешкімді жек көрмей, қазір мен бүйтіп список жазасың өзінше, благодарности деп өзінше жаңағындай шүкір, рахмет айту дегенше, сол жерде сен осы дүниеде өзіңе сұрақ қойшы, сенің ұнатпайтын бір жек көретін, жек көрмесең де чуть-чуть бір неприязнь бір адамың бар ма бұл өмірде? Жоқ па? Реально жоқ па? Онда сен әлемдегі ең бақытты адамсың деп айтар едім. Әрине. Өйткені сен жеп-жеңіл адамсың. Ауырлық қай кезде болады? Когда сен бір нәрсені, ситуацияны қабылдамаған кезде, бір адамды қабылдамаған кезде, бір соған бір жының кеп, соны дүзегің кеп, бір осы адам ғана мешать етіп тұр өмірімде дейтін болсаң, сенің өмірің аянышты. Ал егер барлығын, бұл да бір қателесуші пенде ғой, мен сияқты. Мен де бір жетісіп тұрған жоқпын ғой. Менің қазір күнәмді ана жерге LED экранға шығаратын болсам, мама құрсын. Кереметсің ба не өзіңде бәрі күшті ма? Сол сияқты ол адамдарға да сондай мүмкіндік берсең? Осы тұста ерлі-зайыптылар, ерлі-зайыптылар мысалы, ол да біреудің құлы ғой. Ода да детский травма бар. Мысалы, әйелдерге мен айтамын да, сен психологқа барып алдың. Проблемаңды мысалы шешіп алған шығарсың. Енді оның баратын ондай нәрсесі жоқ. Ол нығмет қой саған берілген. Оған әлі ондай нығмет бермеген шығар. Кімде кімнің өте сондай бұзақы күйеуі болса, сол әйелде даналық бар екен ғой. Сол даналығын ана еркекпен бірге жүріп, сол еркекпен бірге өніп өсіп, сол еркектің ісіне қарап жүріп, қой мен оны былай бағыттап жіберейін, мен оны былай бағыттап жүрейін деп, домалақ аналарымыз секілді дана болып кетеді екен ғой. Бекер Алла бермейді екен. Значит, в ней есть, оның ішінде бар ақын даналық бар да. Енді оған күшті күйеу берсе одан шықпайды ғой ол. Ана қасиет шықпайды да. Сондықтан ол жаңағы қасиетін қалай шығарады? Дәл сол күйеуінің сол өзіне ұнамаған қылығын даналықпен шеше отыра, сол күйеуін қабылдай отыра шығарады екен ғой. Кешірім Алланың сізге берген бойыңызға рахымы ғой. Кімде кім кешіре алатын болса, ол ең бақытты адам. Жаңа өзіңіз айтпақшыша, ең қаншама дүниесі болсын, қаншама атағы болсын, қаншама білмеймін енді әлемді тіреп тұрса да, ол кешіру және де қабылдауды білмесе перғауынды бізге мысал қылып қойды Аллах тағала. Бір момент дүниесінің бәрін алды да қойды. Жанында ала салды да денесін жерге көндірмей қойды. Жердің өзін қиған жоқ Аллах тағала. Сондықтан бұл жерде де кешірім деген нәрсе жаңа өзіңіз айтпақшы, жеңіл өмір сүрудің басқа этаптары ғой. Жалпы ренжи берудің ең негізгі түп тамыры, негізгі себебі ол тәкаппарлық екен ғой. Тәкаппарлық. Кім көп ренжи береді, неғып маған бүйтіп қоймады, маған бүйтесе болады, неге амандаспады, неге мынау не, мен осындамаққа лайықпын ба? Любой претензия айтып ренжи беретін адам неге кешіп келеді, неге ол мені құрметтемейді, неге уақытында бастамайды, мен отырмын ғой. Өзіңді үлкейту және басқаларды төменсіту, маған қызмет етпейсіңдер ма деген астында титімдай ғана білінбей сол тәкаппарлық жатыр екен ғой. Сонда мына жүректің қасында содыр деген көкірек бар да. Көкірек бар да. Сол көкірек қой. Көкірек та. Ренжитін адам сосын өмірі дұрыс болмай бәрі. Дұрыс айтасыз. Қатысы дейді. Сол ренжігенмен сол өмірі сондай болып төлейді. Рамазан айында рухани тазарып алуымызды Алла нәсіп етсін. Алла тағала құдірет иесі ғой. Бүгінгі келген подкастымызды Алла қабыл етсін. Сізге Алла разы болсын. Енді бұл бір Алланың қалауымен жиналған жиналыс болсын. Сізге де рахмет, меруерт, алтыным. Енді құрметті көрермендер, не болып кетті деп түсінбей отқан боларса, бірақ мен шынымен де осы подкастқа мүлдем сұрақ дайындаған жоқпын. Әдетте мен барлығын бүге-шүгесіне дейін қай қонаққа не сұрайтыныма дейін менде толық сценарий жазылады. Бірақ мен солай дұға еттім. Бұл подкаст ешқандай дайындықсыз келемді. Раббым не айтылу керек, соны айтайықшы дедім. Керемет. Значит, осы әңгіме, осы нәрселер айтылу керек болды. Өте тамаша деп ойлаймын.
өйткені рамазан өзі айтып тұрғандай кешірім айы, барлық адам бір-бірін кешірген күйде және Алланың оларды кешірген күйде шығуымызды Аллахым нәсіп етсін. Барлығымыздың миссиямыз қазіргі Құдайдан күндіз-түні сұрап атқанымыз, я Аллахым бізді кешіріп жібер. Я Аллахым біздің өткен және алдағы жасайтын күнәларымызды кешіріп жібер. Кешірілсек жәннатқа кіреміз деген үміт болды, басқа ештеңе жоқ. Сондықтан кешірілген күйде шығуымызды Алла нәсіп етсін. Осы қасиетті Рамазан айында барлығыңызға да тек соны тіледім. Осы подкастқа атсалысқан барлық ұжымға, жалпы титтей болсын үлессінген адамдарға Аллах тағалам жәннатты нәсіп етсін, өзінің ораза ұстаушылар кіретін Ар-Райян қақпасынан кіруімді нәсіп етсін деп, кіруін нәсіп етсін деп тілеймін. Рахмет сіздерге де, рахмет сізге де. Келесі кездескенше мен сіздермен қоштасам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.